басты былай міне жуып тазалайсыздар. Мына мұрнына су кіргізесіздер міне. Мынау бастың мынау азу түстері қағылады. Өткенде бір көрермендерім тісін қақпапты деп айтып жатыр. Міне осы азу түс қағылады. Ал енді қазір көрсетемін, аржанда жақтың тісі қағылмайды. Осы қағып жуып болғаннан соң мынау мұрнынан құйын сумен бұны құс деп былай құстырамыз. Міне көрдіңдер ме? Міне құс деп төмен қаратып құстырамыз. Ішіндегі бұрын боғы, басқа тағы кешігуде тұрған бәрі түседі. Мынау міне жақтағы тіс, бұл қағылмайды. Бізге әке-шешеміз осылай үйреткен. Бұл жақ мына жердегі тістер қағылмайды, тек азу түсі қағылады. Мойындағы мына жердегі бездердің бәрі алынды. Бастың да мынау бездері алынып, міне бәрі дайын. Қазір енді асып, соңында осы басты қалай мүжу керек, қарияларға, ақсақалдарға қалай тарту керек, мен бала кезімнен үйренген білетін көрсетемін сіздерге. Қымбатты біздің арнаның тыңдармандары, міне бүгін біз бас берудің үрдісін қазір көрсетейін деп тұрмын. Мынау бірінші басты сол үйдің жас бала алып келеді. Жеткеншек, соның соң қойдың сол құлағын кестім. Біреулер оң құлағын кесіп жатады, мен сол құлағын кестім. Өйткені көп деректерге, дәлелдерге қарап, қойдың құлағында құрт бар деп, қойдың сол құлағын кесіп алып, үйдің иесіне қалдырып қойған. Міне сондықтан мен сол құлағын кесіп алдым. Кейбір жерлерде оң құлағын кесіп жатады. Және сосын кейбір жерлерде мынау қойдың көзін қарашығымен салады қазанға, мен қарашығын ағызып барып салдым. Себебі көп басым жерлерде басым бөлігі солай болады екен. Ал енді балаға келатқан бата береміз. Бас бергенге бас берсін, ас бергенге ас берсін. Қораң тола қой болсын, шараң тола май болсын, жасың ұзақ болсын. Елімізде тек жақсылық болсын, тек қуаныш мереке болсын. Әмин. Бас не жерін әдейіге мен алдым қасқалап, бұл маңдайы қасқа болып жалтырап жүрсін деген мәселе. Сосын міне көп адамдар түсінбей айтып жатады, мынау азу түс қағылады. Азу түс қағылып, міне яқта міне жақ тұр, міне жақтың тісі қағылмайды. Жақта келіндерге, ауылда қызмет жасап жүрген әйелдерге беріледі. Жақты баспен бірге әкелмейді. Міне бөлек неге қойып отырмын. Міне мынау помидор, мынау қияр, мынау болгарский, мынау бұның бәрі витамин есебінде қойдым. Басты жегеннен соң артынан жесеңіздер керемет болады. Қайтадан басқа келейік. Осы басты мысалы мүжген адам мынау көзді алып, өзін ең жақсы көретін адамға көзіңдей көріп жүрмейін деп соған ұсынады. Мына екі көзді де солай. Мынау құлақты балаға береді, балаға. Мынау таңлайды жас, енді тілі шығып келатқан, әсіресе қыз балдарына тілі тез шықсын және тақылдап сөйлесін деген ниетпенен осы қыз балдарына береді. Ұл балдарға да беруге болады, бірақ қыз баласына береді. Ал ендігі мынау бастың бәрін жеп қоймай, қария бастың бір жақ бөлігін ғана жеп, мынауындай ыдысқа салады. Осы бастан бәріңіз домой түйіңіздер деп, құйқасынан, желкесінен, мынау желке жағын әсіресе үйдің иесіне, жас жігіттерге мынау желкелерің жұмыр болсын, мықты болыңдар деген мақсатта беріледі. Міне басты мүжіп болғаннан кейін дәл үш жеріне пышақталасыздар. Өзінің сүйеді жеге болады. Оны біреулер балтамен, басқамен шақтырып жатады, ол дұрыс емес. Өйткені неге сүйек кетіп қалады. Бастың ішіне қарай. Сондықтан осы жердегі жүрегіне саламыз. Мұны пышақтасам, мені ашамыз былай міне. Өз жегіменен ашылады міне. Ми тұр, қазір миді балдарға таратамыз. Миді бастың несінен шығарып, міне сосын балдарға таратамыз бүйтіп міне.
Бастың құйқасын осылай жеу керек. Көп адамдар қазір басты жемей тастайды екен. Бұл баста витамин көп. Бұл басты не үшін қарияларға ұсынған? Осы витамин көп болғаннан кейін осы қариялар жесін деп ұсынған. Міне мына жерде көрдіңдер ме, мынау қияр тұр, помидор тұр, міне осымен бірге қосып жеп, бұл асап тұрып осылай жеу керек бұны. Бұда витамин көп баста. Ең витамин осы баста. Қымбатты тыңдармандар, көрермендер, біздің арнамызға жазылып, біздің арнамызды қолдап, біз шама шарқымыз келгенше осы қазақтың салт дәстүрін, осы біз мұсылман халықтары қандай тамақтанады, қандай тамақ сіңімді болады, қандай тамақты қандай кезде жеп, қалай ұсыну керек деген сықылды көп өзіміздің ойда көкейде жүргеніміз, әке шешемізден, ата анамыздан көргеніміз, және үлкен қариялардың айтқанына байланысты қылып, осы сіздерге арнаға салып отырамыз. Жаңаша да тағамдар, сол тағамдардың қалай пайда болғанын, қалай қылсақ дәмдірек болады, осының бәрін арнаға жазып, арнаға көрсетіп отырамыз. Болашақта біздің жастарымыз осы ұмытып кетпесін салт дәстүрімізді. Ал қазақ елі келесі жолыққанша сау саламатта болыңыздар.